жұмсаймыз? Дүкеніміздер не аламыз балар бұл ақшамен? Не аламыз дүкеннен біздер ақшамен? Сүт аламыз, нан аламыз. Ортада дұрыс айтасыздар. Тағы Мен папа шарап береді ма дүкеннен? Жарайсыздар. Тағы не алып береді? Көйлек алып береді, дұрыс айтасыздар. Сіздер дүкенге барғанда алған затымыздың ақшасын төлеу керекпіз, балалар? Яғни біздер адал әрекет етуіміз керекпіз. Біз затты аламыз, міндетті түрде ол затты біз не істейміз? Ақшасын төлейміз, міндетті түрде адал әрекет жасап, ақшасын төлейміз. Немесе өзімізге берілген ақшаны, жетонды немесе балалар, кассеге не істейміз міндетті түрде? Саламыз, кассеге саламыз, дұрыс айтасыздар. Сосын біздер не істейміз? Затымызды аламыз, дұрыс айтасыздар. Қазір сіздер менімен бірге барып, Думан адалдық дүкеніне барып сауда жасаймыз, ал бұл мен сіздерге беріледі қажетті жетондар. Осы жетонды пайдалану арқылы менің қолымдағы әмиянды алып, адалдық дүкеніне сауда жасаймыз, кеттік қайнағалар, алабыңыздар әмиянды. Әмияндан алып, дүкенге сауда жасаймыз. Алау. Кімде жоқ? Алау. Мен машина алып келеді. Ағадыс ұзақ, мен ақшасын төлемеймін. Сәнде олай жасауға болмайды. Ақшасын кассаға төлеу керек. Sudan olay olmaydı. Nasıl değilse. Türkiye'ye vardık. Sancar, sen adil hareket ettin mi? Ya. Al, Rasul, sen jetonda tüyledin mi? Ya. Şakarım, jetonda sen kayda tüyledin? Kassaға tüyledin, dұрыс айтасыңдар. Балалар келеші, барымыз бірге топқа қайтайық, балалар?